Құрметті нөмір 22 мектептің ұстаздары, сіздерді 2020 жылғы жаңа жылдарыңызбен құттықтай отырып, отбасыларыңызға бақыт, дендеріңізге саулық, еңбектеріңізде әрқашанда шығармашылық табыс тілей отырып, қазақтың бас ақыны, ұлы ақын, философ, музыкант, ағартушы, өз заманында халқының ауызбіршілігіне риза болмай, нала болып, көптеген шығармалар шығарған қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаевтың бірінші қара сөзін айтып берейін. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір бірталай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жұлыстық, айтыстық, тартыстық, әурешілікті көре келдік. Ал енді жер орташ жасқа келдік, қажыдық, жалықтық, қылған істеріміздің баянсызын, байлаусызын көрдік. Бәрі де қоршылық екенін білдік. Қалған өміріміздің қалай, қайтып, не қылып өткізетінімізді соны таба алмай өзімде қайранмын. Және осы қара сөзге қоса өлсе өлер табиғат, адам өлмес деген өлеңін оқып берейін. Ол бірақ қайтып келіп ойнап күлмес, менімен менікінің айырылғанын, өлді деп ат қойыпты кейбір білмес. Көп адам дүниеге бой алдырған, бой алдырып аяғын көп шалдырған. Өлді деуге сияма ойлаңдаршы, өлмей тұғын артына сөз қалдырған. Кім жүрер тіршілікте көңіл бөлмей, бақи қоймас фәнидің мінін көрмей, міні қайда екенін білгің келсе, телміріп терең ойдың соңын елмей. Дүниеге дос ақиретте бірдей болмас, екеуі тап бірдей орны қалмас. Дүниеге ынтық, машқарға амалсыздың, иманын түгел деуге аузым бармас дей отырып, осы эстафетаны тарихшы әріптесім Динара Саниярбековнаға табыстасам орынды ма деп ойлаймын. Назар салып тыңдағандарыңызға